Салангани любимый рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы, 18 дана өнім, 300 грамм сиыр етінің фаршы, 300 грамм картоп, 4 дана пияз, 2 дана сәбіз, 100 грамм күнбағыс майы, 2 жұмыртқа, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы әзірлеу үшін біз фаршқа үгітілген картоп, текшелеп туралған пияз, 2 жұмыртқаны қосып, тұз бен бұрыш себеміз. Сонан соң бәрін мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орандарын бір-бірінен жай ғана ажыратып, өнімді тығыз толтыруды жалғастырамыз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұстап тұрады. Биік таба ыдыста күнбағыс майына жартылай дөңгелектеп туралған пиязды, жіңішкелеп туралған сәбізді салып, 2-3 минут қуырамыз. Енді дайын қуырмаға тігінен және бір-біріне тығыздап саланганиді орналастырамыз. Жоғарғы деңгейіне дейін қайнаған су құямыз. Тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап 15 минут бәсең отта қақпағын жауып қайнатамыз. Саланганиді ыдысқа түбінен демей отырып салыңыз. Тағамды ыстық күйінде черри қызанақтармен және корнишондармен ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.